Сәлем достар, амансыздар ма? Иә, қарты бар үйде қазына бар деп мінекей апамызды бүгін алдарыңызға алып келдік экранға. Апам биыл 90-ға келді. Не айтады екен халыққа, естіп көрейік. Апа, қаншаға келдіңіз биыл апа? 90-ға. 90-ға шықтым биыл. Апа, мына айтып тұрасыз ғой маған аңғай. Мына Маужуши атамыз айтты, кішіпейілдік алға бастырады, андайшылық артта қалдырады деп айтып жатасыз. Осыны не үшін айтып отырасыз апа? Осы жақсылық өткеннен кейін көзімізді ашқаннан кейін бала шағамыздан тартып, бірақ шал-шалпанымыздан тартып қан көтеріп барлығымыз дәндендік, дәм берді, мал берді, бас берді, ұзын өмір жас берді. Мынандай жасқа келдім. Апа, адам сонда кішіпейіл болу керек апа? Кішіпейіл болу керек. Кішіпейіл болсаң алға басасың, таңдайсаң артта қаласың. Апа, еш нәрседен бетімізге қарап көрген жоқ. Бізде қарап көрген жоқ. Не істедесе соны істедік, барлығын істедік. Қылдай қиянат істемедік. Түйе бақтыңыздар деңіз. Қақтың бізді жүрмеген, біз бармаған жер жоқ. Түйе бақтық. Түйе баққанда қиыншылық көп болды ма апа? Көп болды ғой. Аш болып қалған кездеріңіз бар ма? Тамақ іше алмай? Болады ғой, түйе туған уақытта болсын бошалаған дейді адам жоқ, түйені қарап кеткенде. Сонда солай бошалаған түйені қуып кетіп, ана түйе құдықтардан талай алып келіп үйге келгенде бала шағам жоқ. Біреу де жоқ. Содан түн ортасында сол ойбайлап жүріп жазықта бала шағам тауып алып мисіктің даусыменен. Осындай көрдік, қиыншылық көрмегеніміз жоқ. Қиыншылықта да көрдік, рақатта да көрдік. Мынандай деген бір ауыз сөз болмады бізде. Не істе десе соны істедік, қақтың бәрін құрттық, бармаған жеріміз, баспаған тауымыз жоқ бала. Апа, сонда осы күнде барлық нәрсе даяр ғой енді, мәшіне де даяр, үйде даяр. Осы жастар неге бақытты сезінбейді? Қанағатсыз ба сонда? Қанағатсыз ғой. Бәрі дайын тұр ғой. Не істеді десе, күні бүгінге шейін айлығымызды беріп, бала шағамыз неметіп отыр ғой. Сонда мәселен жастар әзір айтып отыр ма апа, мәшине бар, жүрем десе, үйі бар, неге сонда бақытты сезіне алмайды? Қанағат жоқ па адамдар? Қанағат жоқ қой, қанағат жоқ. Сіздер кезде ондай болмады ғой апа? Болмады, жоқ. Сонда жаяу жүріп малға жүре бердіңіз бе? Жаяу түйені жетектеп, жаяу жүріп көлігіміз сыйса болғаны. Бармаған, баспаған тауымыз жоқ осы мына немере күйінше. Осы аймақта өңірді бірақ жүрдіңіздер ме? Бармаған жеріміз жоқ. Сол партияның басшылығында жеттік, бала шағамыз ер жетті енді. Айы біткен айында болып жатыр, күні біткен күнінде болып жатқан ахуал ғой, енді мынандай дейтін емес. Біреуіміздің бір бетімізді қарап сенде сондайсың деп көрмеді. Не істедесі соның бәрін істедік бала. Апа, сонда мына жастарға не айтасыз енді осы өсіп келе жатқан жастарға? Жастарға дүзу жүріңдер, қиянат істемеңдер, өкіметке көзіне шөп салмаңдар, жақсы болыңдар. Бәленбейдің баласы тегінде жақсы деп аталған, енді оның үстіне жақсы болыңдар, менің айтатыным осы балам. Бірде миымнан адасып балам, біресе неметіп балам. Әзір айтқанында ұмытып балам. Жарайды апа. Аман есен отыра беріңіз, сіздің жасыңызды берсін. Менің жасымды беріп, денің сау болып, қосағымен қосаға мал берсін, ұзын өмір жас берсін, қарғам. Қайда жүрсең жолың ашық болсын, жарығым. Айтқаныңыз келсін. Жарығым. Бетіңе бір нәрсе чірку келмесін, қарғам. Аман бол, бұдан ары өрде, бұдан ары шапты, қарғам. Одан кейін апа, мына жаңағы аштықта болып қалды деп жатырсыз ғой. Сонда осы күнгідер астың қадірін біліп жатыр ма, жоқ білмей жатыр ма? Білмей жатыр. Бір бидай күй қойған, бір бидай түсіп кетсе соны теріп жеп, осы үстіп жүріп жеттік қой балам. Осы күндегідер аштың қадірін, жақсылықтың қадірін білмей жатыр. Аның қасиеті бар ма, ананың қасиеті жоқ па деп жатқан жоқ. Төгіліп жатыр дүние аяғына. Партияның басшылығында, Маушидің арқасында, Шедемпіңнің арқасында, екеуінің арқасында көпіріп отырмыз. Ауызда доғдыға көтетеді. Қиыншылық тассаң көмектеседі дегендей. Партияға разысыз ба апа? Разымын партияға. Бүгін өлсем де разымын. Партияның жақсылық өтті ғой, бір кісіде мынандай тұрмысқа жеттік қой балам. Бәсе. Дұрыс апа. Жарайды апа, аман отырыңыз, өзіңізді бір естелік қалсын деп әйтеуір түсіріп қойып отырмын ғой апа. Болады. Ұрпақтар көрсін. Жақсы сөйлелмейтін болып қалып, өзде бірің мұзға өдімен донысың, мұз болып қалып, сендердің арқадарыңды көріп отырмын.
Maqul апамда, аман отырыңыз әрдайым. Ортамызда қарайып жүре беріңіз. Осы бата қыласыңыз, тиісін бізге. Сіздің жасыңызға келейік. Осы экран алдында көрермен де сіздің жасыңызға келсін. Иә. Барыңа батамды бердім, барыңа айтатыным жоқ, жақсылық айтатыным. Жамандық істемеңдер, жақсылық істеңдер. Алға басып. Мақұл апамда, өзіңізге көп рахмет апа. Болады, жаным балада. Мақұл. Құлыным болады.